сәлеметсіздер ме? Лимонның сіз білмейтін пайдасы. 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория 209 мөлшерге дейін көтеріледі. Лимонның құрамында тиамин, рибофлавин, аскорбин қышқылы, рутин, сонымен қатар флавоноидтар, кумарин, пектин, гесперидин, эриоцитрин және эриодиктиол бар. Пектин энтеросорбент рөлін атқарады. Ас тамақпен құлдыраған ас қорыту жолынан зиянды қосылыстарды жояды. Тұқымының құрамында май және ащы зат лимонин болады. Ароматерапияда лимон майы бас ауруы, мазасыздық, жаман көңіл-күй, депрессияға қарсы қолданылады. Лимон жүрек, денсаулық үшін холестеринді төмендету, қан аздықпен күресу сияқты пайдасы бар. Лимон бүйрек тастарымен күресуге көмектеседі екен. Ол үшін күніне жарты стакан лимон шырынын ішу қажет. Лимон қышқылы ойып түсетін зат және органикалық еріткіш болып табылады. Ол тіс эмаліне теріс әсер етеді. Сондықтан лимон жегеннен кейін аузыңызды міндетті түрде таза сумен шайған дұрыс. Қолдың терісі ауыруы мүмкін. Карантин кезінде немесе тамақ ауру кезінде қолданылған бір тәсілді айтатын боламын. Ол лимон және зімбір қосылған бал. Жарты литр балға жарты литр лимон, 100 грамм зімбірді араластырамыз. Лимон мен зімбірді мясорубкадан өткізіп аламыз да балға араластырып, тосап сияқты тоңазытқышта сақтап қолданатын боламыз. Лимон асқазанға пайдалы. Ішекті тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырыны жиі рецепт бойынша косметикалық өнімдерге де пайдаланылады. Ол қабынуды азайтады, емдейді, безеуді емдейді, ағартады. Лимон шырынын және зәйтүн майының тең үлесімен араластырып, теріге жағып, 25 минут қалдырып, маска қолдануға болады. Осы маскадан кейін тері тегіс, жұмсақ және жарқын болады. Лимон тырнақтарға да керемет көмектеседі. Бірақ аллергиялық өнімнің бірі. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Лайк басып тіркеліп отырыңыздар.